Барлықтарыңызға сәлем достар. Бүгін біз осындай панчо тортын дайындайтын боламыз. Бұл панчо тортымызға ананас және қарала қосатын боламыз. Осындай биік болып шығады. Және өте нәзік болады. Ауызға салғанда еритін сұйық ингредиенттерімізді араластырып аламыз алдын ала. Ол үшін менде мына жерде 200 грамм ұнға, 40 грамм какаоны және 10 грамм қопсытқышты салып, міне 10 грамм болды, араластырып қоямыз. Бөлек ыдысымызда жұмыртқамызды жарып салып аламыз. Ыдысымыз міндетті түрде құрғақ болуы қажет. Және бұны араластыратын миксеріміздің венчиктері де міндетті түрде құрғақ болуы қажет. Кішкене тұз қосамыз және шекерімізді салып, миксермен жақсылап араластырамыз. Біздің жұмыртқамыз көбейіп, және түсі осылай ағара бастайды. Міне осындай болып көбейді. Бұған шамамен 5 минуттан артық кетеді. Енді ол сіздердің миксерлеріңіздің жылдамдығына қарайды. Осылай миксермен жүргізгенде із қалатындай болуы қажет. Міне осындай қоюлау масса шығады. Міне жұмыртқамыз дайын болды. Енді үстіне ұнымыздың жарты бөлігін осылай електен өткізіп салып аламыз. Силиконовы лопатаның көмегімен астынан үстіне қарай осылай араластырамыз. Жаймен араластырыңыздар. Тез-тез араластырып жіберуге болмайды. Жұмыртқамыз түсіп кетеді біздің. Енді үстіне жылы сүтімізді құямыз. Бөлме температурасында болуы қажет. Сүтімізді де кішкене араластырып аламыз. Ұзақ араластырудың қажеті жоқ. Араластырып алдық. Енді үстіне қалған ұнымызды саламыз. Қайтадан лопатаның көмегімен астынан үстіне қарай араластырып аламыз. Міне осындай масса болады. Енді бөлек ыдысымызға сұйық майымызды құямыз. Сұйық майымызға дайын болған тестамыздың азғантай бөлігін салып, осы ыдысымызда араластырып аламыз. Сұйық майымызды бірден қосатын болсақ, біздің жұмыртқалы массамыз түсіп кетеді. Сол себептен өзінің үлпілдек қалпын жоғалтпауы үшін сұйық майымызды осылай араластыратын боламыз. Міне, енді кішкене ғана араластырамыз. Ұзақ араластырудың қажеті жоқ. Енді біз пергамент төселген табамызға барлығын жайып шығамыз. Менде үлкен таба 35-ке 40 размері табамның. Осылай бір келкі етіп жайып алыңыздар. Қызып тұрған духовкада енді 180 градуста 18-20 минут пісіріп аламыз. Оған дейін кремімізді дайындаймыз. 200 грамм сливкеге 50 грамм сахарный пудрамызды сеуіп, миксермен араластырамыз. Біздің сливкеміз қоюланғанша араластыратын боламыз. Менде шамамен 3-4 минут қана кетеді. Міне осындай қою бола бастайды. Ұзақ араластырып жібермеңіздер.
Енді бұл массамыздың үстіне біз қаймағымызды саламыз. Қаймақты миксермен араластырудың қажеті жоқ. Осылай лопатамен араластырамыз. Арасына салатын начинкамызды дайын, осылай кесіп алдын ала дайындап аламыз. Міне, корждарымыз біздің пісіп қалды. Осындай шидің көмегімен арасына тығып тексерсеңіздер болады, сухой болып шығу қажет. Енді тортымызды жинауға кірісеміз. Осындай шұңқыр, тереңдеу ыдыс алыңыздар. Және соның бетіне тура келетін размердегі осындай крышка таңдасаңыздар болады. Кез келген формат дайындасаңыздар болады. Мен осылай басып аламын үстінен, енді осыны кесіп шығамыз. Бұл біздің тортымыздың асты болады. Осылай видеода көрсетілгенде жасасаңыздар, барлығы түсінікті болады. Міне, осылай домалақ етіп кесіп алдық. Бұны бір шетке қойып қоямыз. Қалған тестамызды енді бисквиттерімізді осылай кубик етіп кесіп шығамыз. Бұдан үлкендеу қылып кессеңіздер де болады, майда етіп кессеңіздер де болады, өз қалауларыңызбен. Осылай кубик етіп кесіп аламыз. Міне, дайын біздің бисквиттеріміз. Енді оны формамызға сала бастаймыз. Әрбір кесілген көбегімізді осылай кремімізге аунатып, салып шығамыз. Бір қатар салып алғаннан кейін, оның үстіне біз кесілген ананастарымызды саламыз. Міне, осылай ананастарымызды салып аламыз. Сіздер бұған кез келген өздеріңіздің қалауларыңызбен құлпынай салсаңыздар да болады. Кез келген жемістен істесеңіздер болады. Банан салуға да болады. Осылай кезек-кезегімен барлығын салып шығамыз. Мен арасына қарала да қостым. Ең үстіне алдын ала кесілген коржымызды осылай қоямыз. Енді бетін жауып, холодильникке 2-3 сағатқа қойып қоямыз. Міне, 2-3 сағат өтті. Холодильниктен шығарып, енді төңкеретін боламыз. Осылай төңкеріп алыңыздар. Пленкасын алып, міне, бізде осындай торт шықты. Енді бетін кішкене креммен тегістеп шығамыз. Енді өз қалауларыңызбен әсемдесеңіздер болады. Міне, осындай биік торт болып шығады. Мен бетін осындай шоколадпен әсемдеймін. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Өте нәзік болып шығады. Арасындағы ананастардың, қараланың дәмі де ерекше дәм береді. Жақындарыңызды қуантыңыздар. Егер сіздерге видео ұнаған болса, рецепт ұнаған болса, міндетті түрде жазылып және лайк қойып кетіңіздер. Сіздермен бірге болған Гүлзира.